Қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында пряниктердің жасалу жолымен бөлісемін. Осы рецепті үйреніп алсаңыздар, бұдан былай дүкендегі тұрып қалған пряниктерді сатып алмайтын боласыздар. Балғын күйінде өзіңіз үй жағдайында жасап, ыстық күйінде шаймен ішсеңіздер өте керемет болады. Жасалу жолы оп-оңай. Егер менің рецептім сіздерге ұнайтын болса, арнаға тіркеліп қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар. Ұнымыздың кішкене бөлігін еліктен өткізіп ыдысқа салып аламыз және оның үстінен қантымыздың барлығын саламыз. Екеуін жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және осының қоспаның үстінен араластыруды тоқтатпай ыстық қайнаған сүтімізді құямыз. Түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Осындай кішкене сұйықтау масса пайда болады бізде. Осының үстінен 50 мл сұйық майымызды құйып араластырамыз. Бұны кішкене бір шетке қоя тұрамыз. Массамыз толық суығанға дейін күтеміз. Біздің жаңағы сұйық қамырымыз салқындады. Енді оның үстінен ұнымызды аз-аздан електен өткізіп отырып, салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның үстінен жұмыртқаның 2 сарысын қосамыз. Ақуызын біз глазур жасауға алып қойдық. Онда 30 грамм қопсытқыш және жарты шай қасық ванилин бар. Осыны жақсылап бірінші лопатамен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен қамыр етіп илейміз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді осыны үстелдің үстіне қойып, бетін ыдыспен төңкеріп 5 минут 10 минут демалдырып қоямыз. Енді қамырымыз кішкене демалды. Жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп, оқтаумен жайып шығамыз. Үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жұқа ет жаямыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Одан жұқа болса, біздің пряниктеріміз жақсы көтерілмей қалады. Сондықтан қатты жұқа ет жібермейміз. Неге осындай қалыңдықта кесіп шығамыз. Осындай кескіштің көмегімен немесе стаканның көмегімен кесуге де болады. Бір-бірінен алшақтау орналастырып, пергамент қағазына салып шығамыз. Көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста алтын түске енгенше пісіріп алатын боламыз. Біздің пряниктеріміз осындай қып-қызыл болып шығады. Асты да, үсті де осылай қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Енді суығанын күтеміз. Қант ұнтағын ыдысқа өлшеп салып алдық. Оның үстінен 2 жұмыртқаның ақуызын салып, енді қоюланғанша микстерлейміз. Бізде осылай венчиктен жай ағып тұратын осындай масса пайда болу керек. Біздің пряниктеріміз толық суыды. Енді осындай силиконовый щеткамен пряниктеріміздің үстін глазур барлық жеріне жағып шығамыз. Астына, үстіне барлық жеріне тию керек.
Егер бұлай жағуға ерінсеңіздер, глазурға батырып алып, сосын шанышқымен алуға да болады. Барлығын осылай жағып шығамыз, сосын 1 сағаттай бөлме температурасында толық кепкенше күтеміз. Достар, осымен біздің пряниктеріміз дайын болып қалды. Дәл менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Осылай бір жасап үйреніп алсаңыздар, мүлде дүкеннен сатып алмайтын боласыздар. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы рецептерді жіберіп алмас үшін. Егер ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыздар. Ал сіздер осылай жасайсыздар ма? Егер жасайтын болсаңыздар, қандай рецептпен жасайсыз? Пікірге бөлісіп кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлығын мұқият оқитын боламын. Сау сәлемете болыңыздар.